Есімім Сырлыбек Бекботаев, Қуатбекұлы, Сарыағаштан болам. Яғни оңтүстік Қазақстан, қазіргі таңда енді Түркістан облысы дейді ғой. Сарыағаштың ар жағында бір Қоңыртөбе дейтін ауыл бар. Сол ауылдың тумасымын. Негізі ата-анам ауыл шаруасымен айналысады ғой. Малмен айналысамыз деген сияқты, егістікпен айналысады. Олайша өнерге түбінде бір нағашылы, екі жақтан да нағашыларымнан білем. Өз нағашыларым да, әкемнің нағашылары да, олар сол біреу ер шапқан, біреу сондай ұсталық ағаштарменен үй соғатын сондай ұсталық қасиеттері болған. Енді сол жақтан болған болар. Соны мен білмеймін. Мен әйтеуір ес білгелі мен суретші боламын дегенді білемін да. Өйткені бастауыш класстарда мен суретші боламын деген айтып жүретін. Өйткені сурет сабағы сол 7-ші классқа дейін ғана болады. Біздің кездерде. Бірақ мен ол 7-ші класстарда мен жақсы сурет салатынмын. Оның алдында білемін да оны. Суретші болатын мен түскі класс деп айтатын еді. Ол кезде 2 ауысыммен оқиды балдар. Біз түстен кейін барасын. Төмен класстар. Сол бастауыш кезінен білемін мен оны суретші болатынымды. Маған ешкім қарсы болған емес негіз. Мен керісінше мен әжем баласы болғам. Ол кісі еркелеткен кезде де, болмаса жақсы суреттерімді салып, бір нәрселерді көрсеткен кезде мақтап сондай, менің балам художник болады деп сөйтіп, андай не қылып масаттанып, мақтанып отыратыным. Есіме түсті. Ол қай кезден басталды менің бастапқы идея. Біздің яғни көрші тұрамыз осылай, бір үйден ары Ілес дейтін марқұм ағамыз болды. Көкеміз ғой енді, ағамыз болады. Сол кісі өте қабілетті кісі болды. Суретші білімде жоқ, бірақтан суреттер салғанда жақсы салатын болған. Оның екінші баласы менімен жасты. Екеуміз доспыз, қалың доспыз. Екеуміз сол мектепке бармай жатып бірге ойнап жүретінбіз. Сол кезде соның жұмыстарын үйіне былай суреттерін қабырғаларына үлкен суреттер салып қойған тұғым. Батырларын шайқасып атқанын, болмаса бір қызды алып қашып кетіп атқанын, сондай. Соларды көріп мен суретші боламын осы кісі ұқсап деп сөйтіп армандайтын. Ол бастауышқа бармай тұрып. Суретшінің мысалы қоғамнан өте бөлек сондай бір ерекше деп, енді ерекшелігі болар мүмкін. Бірақтан аса бір не деп қарастырмау керек. Бізде бір қоғамның бір мүшесіміз. Сол үшін біреумен сөйлесер кезде белгілі бір информациялар бізде білуіміз керек. Сол үшін музыканы да тыңдаймыз, классикасында, қазіргі заманауи ойдақ-сойдақты да тыңдаймыз. Мен жұмыс жасаған уақытта әртүрлі. Бір кездерде дым да болмайды, бір кездерде қосып қоямын. Кітаптарды, аудио кітаптарды қосып қойып отырасың. Уақытыңды үнемдеу мақсатында ғой. Ана кітапты оқуға да, жатып оқуға да уақыт керек қой. Жұмысыңды жасай бересің, құлағыңмен тыңдай бересің. Менде солай жүреді. Бір кездерде үндемей жұмысыңды сала бересің. Бірақ мүмкіндігінше енді қабаттастыруға тырысам. Себебі ойлаймын, жақсы нәрселерді тыңдауға тырысам, сосын бәрібір ол сен бір нәрсе шығарайын деп тұрсың ғой. Бір нәрсе шығарардың алдында жақсы бір дүниелермен тамақтанып отырған дұрыс та. Сонда шығатын дүниеңді сол бір өзі соның информациясы мындай енеді өзі. Ол бір сондай бір заңдылық, жазылмаған заңдылық деп айтуға да болатын шығар. Негізі басқа бір дүниелермен айналысып, шауып кетпесең, әрдайым осылай жүрсең, бұл да кәдімгі спорт сияқты дүние. Шыңдалып отырасың, тек шыңдалып отырасың. Ол кризис дегенге неге ықпал етеді? Жұмыс жасамаймыз, басқа дүниелермен айналысып кетесің. Енді біздің сөйлеушілер қоғамда өте бір бай санатына жатпайды. Сол үшін дүние табу мәселесінде ойластырасың дегенде ғой енді. Егер қара басыңмен өмір сүретін болсаң, онда мәселе жоқ. Әйтеуір бір тамағым деп жүруіңе ол қиын емес та. Бірақ осы қоғамда өмір сүріп, осы қоғамның заңдылығымен жүргендіктен елден қалмай тырысатын жерлерде суреттерің әрдайым сатыла бермеуі мүмкін. Тіпті сатылған күннің өзінде де ол жұмыстар саған толыққанды қамтамасыз ете алмауы мүмкін деген секілді. Сол үшін енді параллельно жұмыстар жасаған кезде мынаны тастап қойсаң, ол кездерде қолың шықпай қалады, жүрмей қалады. Шықпай қалады дегенде қалай? Эскиз жасайын десең, қолың жүрмейді, түстеріңді бір дұрыстап. Жоқ дегенде шеберлігіңді ұмытасың. Сол үшін әрдайым егер айналысып отырсаң, мұнда бір тоқырау деген болмайды. Менің жағдайымда, енді басқаны айта алмаймын.
тоқырауға бір белгілі бір сыртқы фактор ықпал болады деп ойлаймын. Спорттағылар солай ғой, әрдайым дайындалып жүреді, өз несінде жүреді, формасында, иә. Травма алса, вот мәселе сонда туындайды. Сол сияқты біздегі жаңа травмалық мәселе сол басқа да бір дүниелермен айналысып, шығармашылықпен айналысуға мүмкіндігің болмай кетсе, сол кезде ғана кризис болып қалуы мүмкін. Былайынша мен айта алмаймын болады деп. Яғни бұл жаңа заманауи өнермен айналысамын дегендіктен, заманауи өнер көп жағдайда бір белгілі бір идеяның негізге алып жасалынатын өнер туындысы ол. Былай айтқанда, суретші бұрынғы дәуірде, яғни орта ғасырдағы болмаса жаңағы алтын ғасыр дейді ғой, сол кездегідей өткенді болмаса жаңа діни сюжеттерді бейнелеу емес, болмаса көз көргенді ғана бейнелеп қою ғана емес, сонымен қатар жаңа бір ой пікір айтатын эволюцияға жеткен қазір. Жұмыстарымызда сол нәрсе болу керек деп ойлаймыз. Өйткені суретші бұл қоғамның сондай бір фильтрі болу керек. Сенің жасап жатқан мәдени дүниең ол болашақта мәдени құндылығы бар дүние болады ма, жоқ әлде жоқ болып кетеді ма? Тек жаңағыдегі көшірген ксерокопия машинасы болып қаласың ба, жоқ әлде сол өз заманыңдағы бір сөз айтып кететін адам болып қаласың ба деген пікір айтылған кезде, енді таңдау өзіңде. Иә, өз пікірімді айтқым келеді. Қоғамға болсын, жоқ дегенде өз ойымды, даусымды шығарғым келеді деген секілді. Сондықтан көп жағдайда жұмыстарымызда соңғы уақыттарда енді ол есейе келе, тәжірибемен келетін дүние ғой. Әрбір шығармамызға бір белгілі бір дүниені айтқымыз келіп тұрады. Ол сол идея мәселесімен ғана жүктеліп болмаса, бір белгілі нәрсені айту керек қана екен деп қана тікелей сондай бір санамен ғана жасалынатын дүние емес. Әрине бұл жерде сенің бейсанаң да қосылады. Жүректен шығатын дүниелердің барлығы ол тек қана сондай эмоцияның арқасында жүрмейді. Оған және сен ақылыңды, санаңды қосып, беретін дүниеңді дұрыстап беруге тырысасың. Ол сосын кезеңдерге бөлініп қарауға да болады. Бір кезеңдер болады, осындай әр көрме сайын бір тақырыпты ашуға, бір ойларды қозғауға, әлеуметтік мәселелерді қозғауға, саяси болған жағдайларға бір өзінің рефлексияңды көрсетуге тырысып жүрген кезде, кей кезде жалғасын. Сөйтесің де дымға қатысы жоқ, яғни ішіңнен не шығарғың келеді, соны шығаратын дүниелер болады. Оның не екенін тіпті біреу сұраған кезде жауапты да бере алмайсың. Айтасың, я ол осындай ішкі жан дүнием осылай сезіп тұрмын, бұл істеп жатырмын. Жалпы негізі жас дегенде егер былай шектеу 25-ге шейін жалпы тек оқумен айналысу керек сияқты. Мақсатына жетем деген адамшы. Өйткені кейін мен қазір практикамда көріп жүрмін да, оқуға уақытым болмай кетеді деген. 25-ге шейін егер сен анық білім алып жинасаң, ары қарай пайдаланатын уақытың ұзаяды да. Мысалы сен қазір 50-ге келіп білім алсаң, олай ойлайды, 65-те өлетін болсаң, сен 15 жыл пайдаланасың да оны. Сен 25-те алған біліміңді сен 40 жыл пайдаланасың да. Оқу керек деп ойлаймын мен. Өйткені мақсатқа жетудің жолы көп қазір, бірақ қайтпау керек, сол мақсатынан қайтпау керек. Сосын біздегі жолдан беттен қайтаратын деген бір дәстүр, жаңағыдай ұят болады деген нәрсені жинастырып тастау керек. Керек емес. Сен мақсатыңа жете алмай қалсаң, сонда ұят болғанның көкесі сонда болады. Сен бір қаралайын деп не қылмайсың ғой, просто тыйым дейді, қарапайым суреттің өзін бізде дейді, дінімізде рұқсат емес дейді. Егер мен оған бойсынсам не болады? Сол білім болса, сен анықтай аласың да, оң қайсы, сол қайсы, сен бұның бәрі бүкіл айтып жатқан нәрсен бір абрамдық діндер ғой, оның барлығы түпкі атасы бір. Біреу былай билікті былай сөйлегісі келеді, біреу былай сөйлегісі келеді. Айналып келгенде бір орталықтан шыққан жер бәрі. Бірақ біреуінде былай айтады, келесінде былай айтады. Жас кезінде соны былай анықтап, парқына барып алсаң, кейін қорықпай жүре бересің да. Еңбек ету керек ол само собой. Дисциплина деген нәрсе бар сосын. Ол міндетті түрде сақтау керек. Жүйелі жұмыс жасап отырсаң, жүйелі. Әрине табиғаттан туған таланттар болады. Тез бір жасаған нәрсесі тез үйлесіп кете беретіндер. Бірақ оның да бір уақытта несі тоқтайды да, лимиті. Сол кезде сен жүйелі жасаған практикаң ары қарай жүріп кете береді.